Қайырлы кеш, құрметті достар. Эфирде отырған Сәуле апай, Орал қаласынамын. Мен кеше сынама тапсырдым. Менде бұрын 2020 жылдары жаңағы қант диабетінің екінші түрі деген диагноз қойылған болатынды. Осы түнгі тағам Bi-Epic компаниясының өнімдері, түнгі тағам акциялерді, күндізгі тағам элевитті ішудің арқасында менде 2022 жылы жаңа қандағы қант құрамы 7-ге түсті, 7-ге. Міне эндокринолог жаңағы маған қалыпты деп жазды. Себебі менде жоғарыдан түскесін 7 сіздің жасыңызда қалыпты деп жаңағы ары қарай осы өнімдерімді іше бердім. Енді былтыр қараша айында тапсырдым мына сынаманы. Бұнда жаңа міне көрініп тұр 6-да 20, былтырғы 2024-тің қараша айында. Кеше енді біздің Орал қаласының қасында Жайық деген бекет бар ғой, пойыз тоқтайтын станция. Соған Саламатты Қазақстан деген президенттік жоба бойынша пойыз келіп, жаңағы Саламатты Қазақстан деген пойыз ішінде Астана клиниктің врачтары жұмыс жасайды екен. Сонда бар лабораториясы бар екен. Сахарға барып тапсырдым ғой кеше. Саламатты Қазақстан деген пойызға барып халықты аралап, елді мекендерді аралап, халыққа қызмет көрсетеді. Ішінде жоғарғы санатты Астана клиниктің дәрігерлері бар екен. Кеше сол сынама тапсырғанда қараңызшы, міне 7 болды. Былтыр 6-да 20 болды. Бүгін дәл қазір міне көрініп тұр. Сіздерге көрініп тұрған болар. Міне 6-да 2 ғой. Мендегі қандағы жаңағы қант деңгейі 6-да 2, өте тамаша нәтиже. Осы өнімдерді ішуім арқасында жаңағы мен жақсы көрсеткішке қол жеткіздім, достар. Өзім қуаныштымын. Мына жерде холестерин де менде қанымда қалыпты жағдайда көрсетіп тұр. Өзім осы Bi-Epic компаниясының жасушалық өнімдері, акциялер, элевит, бикардионы ішудің арқасында мендегі қанымдағы қант деңгейі тұрақты. Бәріңізге де денсаулық тілеймін.